Мехраб KZ ислам ақпараттық ағарту порталы ұсынады. Имам Әл-Қудуридің Мұхтасарул Қудури кітабы бойынша дәрістер жинағы. Ұстаз Ерғали Алпысбай. 15-ші дәріс. Нәжістер. Алхамдулиллахи Раббил аламин. Вассалату вассаламу аля расулина Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Аллахумма аллимна ма янфауна ва анфa'на бима алламтана иннака аля кулли шейин қадир. Аллахумма ла сахла илля ма джа'алтаху сахла ва анта тадж'алул хазна идha ши'та сахла амма бa'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті бауырлар, Мұхтасарул Қудури кітабы бойынша фиқх сабағын жалғастырамыз. Бүгінгі сабағымызда нәжістер тақырыбын өтеміз. Бабул анжас. Біз осыған дейін ат-тахаратул хукмияны өттік. Хукми тазалықты. Яғни дәрет және ғұсылға қатысты тақырыптарды өттік. Қандай нәрселердің дәретті бұзатындығын және қандай нәрселердің ғұсылды бұзатындығын айттық. Ал енді ат-тахаратул хақиқияға келеміз. Шынайы тазалыққа келеміз. Яғни шынайы тазалық дегеніміз бұл материалдық нәжістерді тазалау. Хукми тазалықта көзге көрінбейтін рухани нәжістерді тазалау сабағы еді. Ал бұл көзге көрінетін материалдық нәжістер. Адамның денесінен шыққан, малдың денесінен шыққан, және басқа да шариғат нәжіс деп бекіткен, және біздің көзімізбен көре алатын, және де басқа да сезім мүшелерімізден біле алатын шынайы, хақиқи, яғни материалдық нәжістерді анжас деп атайды. Міне осы нәжістерге жүргізілетін тазалықты хақиқи тазалық деп атайды. Татхирун нәжасати واجب من بدن المصلي وثوبه والمكان الذي يصلي عليه. تطهير النجاسة نجست تزالو واجب يعني bunu farz деп қолдану керек бұл жерде. Уәжіп сөзінің мағынасы фард. Татхирун нәжасати фардун. Нәжісті тазалау парыз. Себебі уәжіп деген сөз парыз деген сөздің орнында да қолданыла береді. Бұл жердегі уәжіп деген сөздің мағынасы парыз деген мағынаға келеді. Қай нәжісті, қай жердегі нәжісті тазалау парыз? Мин бәдәнил мусалли. Намаз оқитын кісінің денесіндегі нәжісті. Ва саубихи, оның киіміндегі нәжісті. Вал маканиллази юсалли алейхи, намаз оқитын жеріндегі нәжісті тазалау парыз. Себебі Алла Тағала Құран кәрімде Мудассир сүресінде «Уәсиябәкә фатахир». Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламға намазға қатысты аятта «Уәсиябәкә фатахир», киіміңді тазала деп бұйырған. Сонымен қатар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам мешітте, намаз оқитын жерде кіші дәрет сындырылған жерге ыдыспен су алып келіп, сол жерді тазалауды бұйырған. Бұл аят және хадис, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисі, денедегі, киімдегі және намаз оқитын жердегі нәжістерді кетірудің парыз екендігін, міндетті екендігін білдіреді. Себебі денедегі, киімдегі және намаз оқитын жердегі нәжістерді тазалау ол намаздың шарты. Егер киімде, денеде, намаз оқитын жерде нәжіс болып, оны тазаламай намаз оқитын болсақ, ол намаз дұрыс болып саналмайды. Яғни ол намаз сахих болмайды. Ол намаз біздің мойнымыздан түспейді. Жауапкершілігімізден түспейді. Қарыз болып қала береді. Сондықтан да намаз дұрыс болу үшін, намаз сахих болу үшін денедегі, киімдегі және намаз оқитын жердегі нәжіс тазалау шарт. Енді бұл нәжістерді қалай тазалаймыз? Киімдегі, денедегі, намаз оқитын жердегі нәжістерді қалай тазалаймыз? Немен тазалаймыз? وَتَجُوزُ إِزَالَةُ النَّجَاسَةِ بِالْمَاءِ الْمُطْلَقِ. Нәжістерді мұтлақ сумен тазалауға болады.
Негізі су ол тазалық құралы. Сондықтан да нәжістерді біз сумен тазалаймыз. Бұл жерде мұтлақ деген сөз өткен сабақтарда да айттық. Қардың суы, бұршақтың суы, сонымен қатар теңіздің суы, көлдің суы, жаңбырдың суы, құдықтың суы сияқты табиғи суларды айтамыз. Міне осы сулармен, аталған сулармен нәжістерді тазалауға болады. Сонымен қатар уабикулли маиин тахирин, таза болып саналатын өзге сұйық заттармен де нәжістерді тазалауға болады. Юмкину изалатуха бихи, егер онымен нәжісті кетіру мүмкін болса. Кез келген сұйық затпен нәжісті кетіру мүмкін емес. Мысалы, май сұйық зат, бірақ ол нәжісті кетіруге жарамайды. Өйткені ол тазартушы қасиет жоқ ода. Бірақ басқа сұйықтықтарда егер тазартушы қасиеттілік болатын болса, ол су болмаса да ондай сұйық заттармен нәжісті кетіруге болады. Мысалы, кәл-халли, уксус, сірке суы. Сірке суы нәжісті кетіруге жарайды. Уамаил варди, раушан гүлінен жасалған су. Раушан гүлін сығып, сол раушан гүлінің өсімдігінен сығындысы болып табылатын суды әл-маул вард деп атайды. Маул вард деп атайды, яғни раушан гүлдің суы. Мұнда осымен де нәжістерді тазалауға болады. Өйткені бұлар тазартушы қасиетке ие. Демек, нәжістерді мұтлақ сумен, яғни табиғи сулармен, сонымен қатар өзге тазартушылық қасиеті бар өзге сұйық заттармен де тазартуға болады. فإذا أصاب الخف نجاسة لها جرم. فإذا أصاب الخف, егер мәсіге тисе, нәжасатун, нәжіс тисе, ләха жирмун, денесі бар, яғни қою нәжіс, көзге көрінетін қою нәжіс денесі бар, тиген кезде бір денесі қалыптасатын нәжіс мәсіге тисе, мәсі болу шарт емес, аяқ киімге тисе, мысалы біреу жолда кетіп бара жатып мәсісімен, немесе аяғындағы аяқ киіммен, мәсімен намаз оқитын болғандықтан бұл жерде мәсі деп айтылып жатыр. Мәсісімен жолда кетіп бара жатып нәжіс басып кететін болса, және ол нәжіс қою болатын болса, және фәжәффәт, ол қою нәжіс мәсіге тигеннен кейін кеуіп қалатын болса, фәдәләкәху бил арды, сол кеуіп қалған денесі бар нәжісті жерге үйкеп жіберсе, үйкеп жіберген кезде нәжіс түсіп қалатын болса, жаза, бұл да сол нәжісті кетіру болып есептеледі. Яғни нәжіс мәсіден кеткен болып есептеледі, мәсі нәжістен тазарған болып саналады. Яғни мәсіні жерге үйкеп тазалауға болады. Егер мәсіге тиген нәжіс денесі бар және денесі бар қою болып, ол кеуіп қалған болса. Мәзһабымызда бұл мәселеге қатысты екі көзқарас бар. Кепсе де, кеппесе де, оны жерге үйкелеген кезде ол тазарады деген тағы бір көзқарас бар. Енді бұл кітабымызда тек кепсе ғана тазарады деген көзқарасты негізге алған екен. Енді мына жерде ләха жирмун, денесі бар нәжіс, қою нәжіс тисе деп айтылған. Демек, мысалы зәр сияқты сұйық нәжістер, және кепкен кезде көзге көрінбейтін сұйық нәжістер егер тиетін болса мәсіге, олар жерге үйкелуімен тазармайды. Оларды міндетті түрде жуу шарт. Уәл-мәнию нәжисун, мәни, ер кісілердің ұрығы, ер кісілерден шығатын, сонымен қатар әйел кісілерден де шығатын мәни, сұйықтық, мәнидің не екендігі өткен сабақтарда айтылды. Бұлар нәжисун, нәжіс болып есептеледі, нәжіс болып саналады. Яджибу ғаслуху ратбан, сондықтан оны жуу керек. Ратбан егер дымқыл болса, әлі кеппеген болса, дымқыл болса, мәниді жуу керек, себебі ол нәжіс. Уәләу джаффа аля сауби,
Ал егер мәни киімде кеуіп қалатын болса, құрғап кеуіп қалатын болса, әджза фихил фарку, оны үгітуге болады. Яғни үгітсе, үгітіп, мәниді киімнен түсіріп тастаса, кетірсе, бұл жайыз, яғни рұқсат етіледі. Рұқсат етіледі деген сөздің мағынасы, оны үгіткен кезде үгітіліп түсіп қалатын болса, киім таза болып саналады. Денедегі де сондай. Денеге тиіп қатып қалған болатын болса, оны үгітіп тазартуға болады. Демек, мәни нәжіс, егер ол дымқыл болса, оны міндетті түрде жуу керек, ал егер кеуіп қалған болатын болса, оны тек үгітіп тазарса да болады. Әрине, бұл бір жеңілдік, яғни жуу шарт емес деген сөз. Жуса да болады, әрине, жуған жақсырақ, бірақ үгітсе де, үгітіп түсіріп кетіріп тастаса да тазарады. وَالنَّجَاسَةُ إِذَا أَصَابَتِ الْمِرْآةَ أَوْ السَّيْفَ اُكْتُفِيَ بِمَسْحِهِمَا. وَالنَّجَاسَةُ إِذَا أَصَابَتِ الْمِرْآةَ. Нәжіс айнаға жабысып қалса, айнаға тисе. أَوْ السَّيْفَ немесе қылышқа тисе. Енді айна, қылыш бұл қандай заттар? Бұлар жылтыр зат. Және тегіс, плоский заттар, тегіс заттар. Сондықтан осындай айна сияқты тегіс, жылтыр заттарға, қылыш сияқты заттарға нәжіс тисе, уктуфия бимасхихима, оларды бір шүберекпен сүртсе тазарады. Сол жеткілікті болып саналады. Яғни айнадағы нәжіс және қылыштағы нәжіс кеткен болып есептеледі, тазарған болып саналады. Тек сүрту арқылы, жуу шарт емес. Ал егер қылыш немесе басқа да бір темір заттарда кедір бүдірі болса, яғни тегіс болмаса, ішіне қарай кіріп кеткен кедір бүдір жерлері бар болатын болса, сол жерлерге нәжіс тиген болатын болса, оны сүрту жеткіліксіз. Себебі сүрткен кезде сол жырық жерде қалып кеткен, немесе кедір бүдір жерлерде қалып кеткен нәжістер тазармайды. Сондықтан ондай жағдайда мұндай заттарды міндетті түрде жуу керек, сумен ғана тазарады. Ал егер теп-тегіс болатын болса, жып-жылтыр болатын болса, оны тек шүберекпен сүртіп тазартуға да болады. وَإِذَا أَصَابَتِ الْأَرْضَ نَجَاسَةٌ. Ал егер жерге нәжіс тисе, إِذَا أَصَابَتِ الْأَرْضَ نَجَاسَةٌ. Жерге нәжіс тисе, мысалы бір адам жерге кіші дәретін сындырса, үлкен дәретін сындырса, басқа да нәжістер түссе, фәжаффат бишшамси, жердегі нәжіс күннің қызуымен кеуіп қалса, немесе күннің қызуы шарт емес, жел тұрып та құрғатып кеуіптіріп жіберсе, уәзахаба асаруха, және сол жерге тиген нәжістің иісі, белгісі қалмаса, яғни ол кеуіп қалып, бірақ оның иісі сол жерде байқалмаса, белгісі байқалмаса, онда жазати салату аля мәкәниха, сол нәжіс тұрған жерге қатып қалған, ешқандай иісі шығып тұрған, ешқандай иісі шықпай тұрған, сол нәжіс тұрған жерге намаз оқуға болады. Себебі жерге нәжіс тиген кезде сол нәжіс күннің қызуымен, желдің тұруымен кеуіп құрғап қалатын болса, соның құрғауы, кебуі жердің тазарғандығын білдіреді. Жердің тазарғандығын білдіреді. Сондықтан ол жерде намаз оқуға болады. Уәлә яджузу таяммуму минха, бірақ ол жерде таяммум соғылмайды. Таяммум соғуға болмайды. Неге? Таяммум соғу үшін жердің таза болуы жеткіліксіз. Жер тазартушы қасиетке ие болуы тиіс. Егер жерге нәжіс тиетін болса, жер таза әрі тазартушы қасиеттілігін жойып алады. Ол нәжіс кеуіп құрғап кеткен кезде жер таза болады, бірақ тазартушылық қасиеті қайтадан келмейді. Сондықтан да бір нәжіс тиген жерге ол жер сол нәжіс тұрған жер күннің қызуымен, желдің тұруымен құрғап кеуіп қалатын тазарса да, ол жерге таяммум соғылмайды.
ومن أصابه من النجاسة المغلظة ومن أصابه من النجاسة المغلظة кімнің денесіне, киіміне ауыр нәжіс тисе, ән-нәжасатул мұғаллаза, ауыр нәжіс, адамның денесіне, киіміне тисе. Ауыр нәжіс дегеніміз қандай нәжістер? Кәддәми, қан, аққан қан. Адамның мұрнынан, денесінен, жарасынан егер қан ағатын болса, сол аққан қан нәжіс болып есептеледі. Сонымен қатар малды бауыздаған кезде сол ағып шыққан қан да нәжіс болып есептеледі. Себебі аққан қандар нәжіс. Міне осы аққан қан, уәл-ғаит, үлкен нәжіс. Яғни боқ деп айтамыз ғой. Міне осы үлкен нәжіс, уәл-бәул, зәр, уәл-хамыр, және хамыр, жүзімнен жасалған арнайы ішімдік. Отқа жүзімді қайнатып, сол жүзімнен жасалған арнайы ішімдікті хамыр деп атайды. Міне осы хамыр, бұлар ауыр нәжіске жатады. Кімде-кімнің денесіне осы аталған ауыр нәжістердің біреуі тиетін болса, миқдару дирхами фама дунаху. Осы ауыр нәжістің бір дирхамның көлеміндей болғаны. Фама дунаху. Және одан азы тиетін болса, яғни аталған ауыр нәжістің дирхамның көлеміндей, немесе одан азы тиетін болса, киіміне немесе денесіне, жазати салату мааху. Мұндай көлемдегі нәжіспен намаз оқу жайыз. Бұл жердегі жазати салату, жазат сөзінің мағынасы сахат деген сөз. Яғни сахати салату мааху, намаз дұрыс болады. Намаз адамның жауапкершілігінен, мойнынан түседі деген мағынаға келеді. Яғни кімде-кімнің денесіне ауыр нәжіске жататын нәжістің түрі, денесіне немесе киіміне тиген кезде оның мөлшері дирхамның мөлшеріндей болатын болса, бұл жерде дирхам деген сөздің мағынасы тікелей мағынада емес. Ғалымдарымыз бұны астарлы түрде, мысалы адамның үлкен дәретке баратын жері, сол жерде ғалымдарымыз дирхам деп атаған, яғни дирхам деген сөзді қолданған. Міне сол үлкен дәретке баратындай жердің көлеміндей нәжіс тиетін болса, немесе одан аз нәжіс киімге тиетін болса, сол мөлшердегі, сол көлемдегі нәжіспен намаз оқу сахих, намаз дұрыс болып саналады. Енді бұл жерде мына нәрсені айта кету керек. Егер кімде-кім намаз оқып жатқан кезде денесінде дирхамның көлеміндей нәжістің бар екенін білетін болса, ол адам әлі намаздың шығатын уақыты келмеген болса, онда намазын тоқтатып, денесіндегі нәжісті кетіріп, сосын барып, немесе киімін ауыстырып, намазды басынан бастап оқығаны дұрыс дейді. Дұрыс дегенде уәжіп болып табылады. Ал егер намаздың уақыты шығуға таяп қалатын болса, ол нәжісті кетірем деп, немесе киімді ауыстырам деп жүрген кезде намаздың уақыты шығып кететін болса, онда сол көлемдегі нәжіспен намаз оқи беруге болады, және намаз сахих болады. Ол намаз мойнынан түседі. Уайын зәді, ал егер намаз оқып жатқан кезде адамның денесіндегі, немесе киіміндегі, намаз оқитын жеріндегі нәжіс дирхамның көлемінен асып кететін болса, дирхамның көлемінен үлкен болатын болса, ләм яджуз, ол намаз ләм ясих, яғни ол намаз сахих емес, ол намаз дұрыс емес, ол намаз мойнынан түспейді, жауапкершіліктен түспейді, сондықтан ол намазды қайтадан оқу шарт болады. Уайн асабатху нәжасатун мухаффафатун, ал егер жеңіл нәжіс тиетін болса, жеңіл нәжіс дегеніміз не? Жеңіл нәжіс дегеніміз кабаули ма юккалу лахмуху, еті желінетін малдардың зәрі, қойдың, ешкінің, түйенің, жылқының сияқты еті желінетін жануарлардың зәрін
жеңіл нәжіске жатады. Сонымен қатар жыртқыш құстардың, еті желінбейтін құстардың саңғырығы олар да жеңіл нәжіске жатады. Еті желінетін жануарлардың, қойдың, ешкінің тезектері, оларға қатысты ғалымдарымыздың арасында екі түрлі көзқарас бар. Имам Абу Ханифаның көзқарасы бойынша еті желінетін жануарлардың тезегі ауыр нәжіске жатады, ал Сахибан, имам Абу Юсуф және имам Мұхаммад бойынша еті желінетін малдардың, қойдың, ешкінің, түйенің, жылқының, сиырдың сияқты еті желінетін малдардың тезегі жеңіл нәжіске жатады. Ал еті желінетін жануарлардың зәріне қатысты ешқандай ихтилаф жоқ. Ғалымдардың арасында қарама-қайшы көзқарас жоқ. Бұл жеңіл нәжіс болып саналады. Міне осы аталмыш жеңіл нәжістер адамның киіміне тиетін болса, жазати салату мааху, мұндай жеңіл нәжіс тиген киіммен намаз оқи беруге болады. Мәләм ябулук руб'ас-сауби, егер сол нәжістің көлемі киімнің немесе дененің 1/4-не жетпеген болса, киімнің немесе дененің 1/4 бөлігіне жетпесе, ол жеңіл нәжіс тиген киіммен немесе денемен намаз оқи беруге болады. Ал егер жеңіл нәжіс киімге тиген кезде, денеге тиген кезде оның көлемі дененің немесе киімнің 1/4-не жетіп тұрса, немесе одан асып кетсе, намаз дұрыс болмайды. Ол намазды сол нәжістерді кетіріп, немесе киімді ауыстырып, қайтадан оқу шарт болады. Құрметті бауырлар, осымен бүгінгі сабақты аяқтаймыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.